Күшпен емес, ақылмен күресу. Беларусь халық ертегісі. Бір адам орманға ағаш кесуге барады. Отын шауып, оны жинап алып, демалуға отырады. Сол кезде қасына аю келіп, «Ей адам, кел күресейік!» деп гүжілдейді. Адам аюға қараса, сондай зор екен. Онымен қалай күреседі? Дейді адам. Сенімен несіне күресемін? Алдымен күшіңнің бар жоғын тексерейік, содан кейін күресеміз. Адам балтаны алып, ағаштың діңгегін қақ жарады да, сен осы діңгекті аяғыңмен айырсаң, күшің бар деген сөз. Екеуміз сонда ғана күресеміз. Аю ойланбастан, аяғын діңгектің жарықшағына салып кеп жібереді. Сол кезде адам қазықты ар жағынан суырып алады. Ал діңгек аюдың аяғын қысып қалады. Аю өкіріп, үш аяғымен секіреді, діңгектен босана алмайды. «Ал ендеше», дейді адам, «енді менімен күресесің бе?» «Жоқ», дейді аю, «күреспеймін». «Міне солай», дейді адам, «күшпен ғана емес, ақылмен де күресуге болады». Адам ағаш қазықты тағы да жарық жаққа қағып еді, діңгектің жарық жағынан аяғын лезде суырып алған аю алды-артына қарамай орманға қаша жөнеледі. Содан бері ол адаммен кездесуден қорқады екен.